Сәлем достар, Луиза Хейдің 21 күнде бақытты болу курсының 5-ші күніне қош келдіңіздер. Сіз бүгін таңертең оянғанда өзіңізді қалай сезіндіңіз? Айнаға қарап, жымиып, мен сені жақсы көремін, сүйіктім. Мен шынымен сені жақсы көремін деп айттыңыз ба? Бұған сене бастадыңыз ба? Бар болғаны бірнеше күн айнамен жұмыс істеп ақ өміріңізде өзгерістер байқай бастайсыз. Бүгін айнадағы бейнеңізге қарап, жымиып, өзіңізді жақсы сезінуіңіз мүмкін. Бәлкім, өзіңізге бұрынғыдан да жақсы қарай бастаған боларсыз. Айнадағы адамды жақсы көре бастадыңыз ба? Өзін сүю бұл ғажап әрі күшті ем. Қандай жағдай болмасын, кез келген мәселенің ең тиімді шешімі өзіңді сүюден басталады. Өзіңді сүю, ішкі және сыртқы болмысына деген терең құрмет. Бұл тәніне, ақылына және жанына деген алғыс пен ризашылық. 5-ші күн айнамен жұмыс. Айна алдына барып, көзіңізге қарап, мен өзімді толықтай қабылдаймын және бағалаймын. Мен ерекше құндымын. Бұл сөздерді шынайы сеніммен қайтала. Бастапқыда қиын болуы мүмкін, бірақ уақыт өте келе бұл сөздер сенің ішкі сенімділігіңді нығайтады. 5-ші күн жазбаша тапсырма. Таңертең оянғанда өз-өзіңізге мейіріммен қарауға тырысыңыз. Күні бойы өзіңізді сынамай, тек жақсы сөздермен қолданыңыз. Жазып көріңіз. Мен өзімді мақтаймын, өйткені деп әрі қарай осы сөйлемді бірнеше рет аяқтаңыз. Есіңізде болсын, айнамен жұмыс тек теорияда емес, тәжірибеде ғана нәтиже береді. Тек күнделікті практика ғана шынайы өзгеріс әкеледі. Мен сізді осы жұмыс барысында күнделік жүргізуге шақырамын. Қысқаша болса да өз ойларыңыз бен сезімдеріңізді жазып отырыңыз.